Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен үй жағдайында езілмейтін, сол қалпында пісіп шығатын керемет пельмендердің дайындалу жолы мен құпияларын әрі тактикаларымен бөлісетін боламын. Ең алдымен салқын суымызға 1 чайна ложка тұзымызды және 2 ас қасық сұйық майымызды және де 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап сұйық массамызды тұзы ерігенше араластырып алатын боламыз. Сұйық массамызды араластырып болғаннан кейін електен өткізілген ұнымыздың үстінен сұйық массамызды құйып барып қамырды илейтін боламыз. Ең басты құпиясы мен тактикасы осы жерде, достар. Міндетті түрде ұнның үстіне сұйық массаны қосып барып қамырды илейтін болсаңыздар, қамырларыңыз жыртылмай, езілмей сол қалпында пісіп шығатын болады. Көбісі, яғни сұйық массаның үстіне ұнды салып отырып қамыр илейтін болады. Ол міндетті түрде езіліп кететін, өте нашар қамыр болып шығады. Сондықтан менің жасау жолымен жасаңыздар. Және де иленген қамырымызды салфанға салып 30 минут бөлме температурасында тынықтырып болғаннан кейін осылай екіге бөліп зуала жасайтын боламыз. Берілген рецепт бойынша 2 зуала қамыр шығады. Осылай тағы да зуала қылып болғаннан кейін тағы да 15 минутқа қалдырып қоямыз бөлме температурасында. Сол аралықта начинкасын дайындаймыз. Яғни менде ет тартқыштан өткізілген сиыр еті және де пиязды өте ұсақтап тураймыз. Одан кейін дәміне қарай тұз және де бұрыш қосып, жақсылап араластырып, начинкасын дайындап қоятын боламыз. Начинкамызға салынатын пиязды өте ұсақ қып тураңыздар. Ірі қып турайтын болсаңыздар піспей қалуы мүмкін. Бөлме температурасында тыныққан қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Осылай қолдарымыздың көмегімен жақсылап жайып алатын боламыз. Қамырымыз жайылған, қатты қалың болмасын, қатты жұқа болмасын, орта көлемдегі қалыңдықта болса, қамырымыз, яғни пельменіміз жақсы түйілетін болады. Дәл видеодағыдай кескіндерге кесіп алыңыздар. Дәл осылай қалыпқа келтіргеннен кейін көлемін 4 саусақтың көлемінде етіп кессеңіздер, пельменілеріңіздің көлемі өте бір қалыпта әдемі болып шығатын болады. Осылай кесіп болғаннан кейін барлығын бір-бірінің үстіне біріктіріп тағы да кесетін боламыз. Яғни бұл кесуде уже 3 саусақтың көмегімен кесетін болсаңыздар, қамырларыңыз қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес, жақсы болып шығатын болады пельменілеріңіз. Көріп тұрғандарыңыздай мен 3 саусақтың көлемімен кесіп шықтым пельмендердің пішінін. Дәл осылай кесіп шығамыз. Осымен біздің пельменіміздің қамыры дайын. Осындай тақтайға ұн сеуіп, қамырларымызды бір-бірінің үстіне орналастырып қойып қоямыз. Және де үстін жауып қойыңыздар, өйткені қайысып қалуы мүмкін. Дайын болған қамырларымызды салмасын салып отырып түйетін боламыз. Видеода көрсетілгендей әдемі пішінде шығатын болады. Барлығы бірдей көлемде. Дәл осылай барлығын түйіп шығатын боласыздар. Дәл осылай алдын ала жасап, морозильникте қатырып қойып, кез келген уақытта қолдана берсеңіздер де болады. Осылай барлығын біртектес етіп түйіп аламыз. Және де алдын ала суымызды қайнатып қойып, пельменілерімізді суға салып, 10-15 минуттай пісіріп алатын боламыз. Піскен пельменілеріміз осылай ыдысымыздың үстіне қалықтап шығады. Және де сол аралықта 5 минут пісіріп алғаннан кейін уже пельменілеріміз дайын деген сөз. Осылай сүзгішпен сүзіп ыдысымызға орналастырамыз. Осымен біздің пельмендеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен бірге Айпан. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп қолдап кетіңіздер.